2050-де жер беті болмайды, өмір сүрмейді жер беті. Я жер болады планета ретінде. Түкпір бомба, ядролық қару, радиация. Өмір сүруге қолайсыз, жасыл табиғат деген тапшылық. Адамдардың көбісі бункерда жер астында өмір сүреді. Өйткені басқа амал болмайды. Байлар сол уақытта дүние мүлік жинағандар. Ғарышқа ақшалары жетіп, дамымаған мемлекеттердің арқасында ғарышқа ұшып, сол Марста өмір сүреді, барлық ресурстарды пайдаланып. Қарапайым халық қырылатын болады радиациямен. Кейбір аралдардың барлығы жойылады, кейбір континенттер ғана қалады. Үлкен континенттер. Және де ең бастысы олар роботтармен соғысатын болады. Жасанды интеллект өздері роботтарды ойлап шығарады. Сосын адамзаттың баласымен соғысады. Кішігірім дамымаған елдер, әскері жоқ, технологиясы дамымаған елдер бірінші құрайтын болады. Бұл өмірде бәрін қапы етем, балама масқара дүние қалдырам деп ойлама. Баратын жерін көріп болады. Осыны ескер. 2050-ге дейін осы бүгін қалай өмір сүріп жатсың, солай өмір сүр. Керек емес артық нәрсе. Ұрлама, жеме. Бірақ технологияны дамыт. Марста өмір сүргің келсе. Сол менің айтатыным.